Ha? Ой, сен де бір нәрсеге ұрнасың да жүресің. Мұның ненің жұмыртқасы екенін білмейсің де ғой. Айтпады деме, тоқты. Ертең өзіңе пәле болып жүрмесін. Сол кезде мен саған көмек түгілі қолымның ұшын да бермеймін, ұқтың ба? Енді қараусыз жұмыртқаны қалай тастап кетеміз? Обал емес пе? Айтпақшы, тоқты. Пәле болып жүрмесін демекші, мен білсем, мына жұмыртқа қолтырауынның жұмыртқасы. Қолтырауынның? Иә. Қайдағын айтпашы, Серке. Мен айтсам, логикаға сүйеніп айтамын, тоқты. Мысалы, біз жұмыртқаны қайдан таптық? Иә, өзен жағасынан. Егер құс болса, ағашқа немесе шөптің арасына салады. Ал өзен жағасына тек қолтырауындар жұмыртқа салады. Рас па? Кітап оқып жүріп, мұны білмеуің ұят емес пе? Ой. Қолтырауын? Айналайын, тоқты. Есіміз барда мына жұмыртқадан құтылайықшы. Жалынамын. Қарада тұр. Осы жұмыртқа түбімізге жетеді. Серке, мұнаны қара, жұмыртқа жарылып жатыр. Ойбай, тоқты. Ойбай, тоқты. Тез қашайық. Қазір өлеміз ғой. Тоқты, сені анашым деп жатыр ма? Қарашы, Серке, өзі сондай сүйкімді екен. Ал сен қолтырауын дейсің. Анашым, ням-ням. Қарның ашқан болар. Қазір саған жем беремін. Құдай сақтады. Зәрем қалмады ғой. Балапан болғаны қандай жақсы болды. Әкешім, ням-ням. Не дейсің? Мені әке дейсің бе? Әкешім, әке, ням-ням. Ал балапан, шей ғой. Балалы базар деген. Қараш өзін, сондай сүйкімді. Ие, балапанның болғаны жақсы болды. Қорамыздың сәні кіріп қалды. Ие. Соңғы кезде балапанымыздың көңіл күйі жоқ. Ие, балапанның ойы басқа жақта. Меніңше, біз оған бөтен сияқтымыз. Ие, түсінеміз. Сенің елің сонда. Бірақ сен әлі шалмайсың ғой. Қанатын қашан қатады екен? Шіркін, сенің де аспанда қалықтап шыққаныңды көрсек қой. Мынау не деп мыңғырлап тұр? Мен австралиялық тоқтыны түсінген едім. Бірақ айып етпе, сенің сөзіңді қақпадым. Қоңыз, өлетін бала молаға қарай жүгіреді деген мақал бар. Енді менің ашуыма тиме. Байқаусызда басып кетсем, мына жерде ізің де қалмайды. Қоңыз, енді өз обалың өзіңе. Қазір мен сені... Серке, сабыр етші. Қоңыз жайдан жай шырылдап келген жоқ сияқты дұрыстап тыңдайықшы. Сен де айтасың, тоқты. Сонда біз шыбын-шіркейдің деңгейіне түсеміз бе? Қоңыз қайда, біз қайда? Меніңше, біз қоңыздың соңынан еруіміз керек. Ендігі жетпегені қоңыздың ақыл айтқан еді. Бұл өмір не болып кетті өзі? Қидомалатқан қоңыз жол бастаса жетіскен екен біз. Осы сен бар ғой, тоқты. Кейде қозының тірлігін жасайсың. Білдей тоқтының жасына келсең де, ермесің. Осы жұртқа мазақ болмасақ жарар еді.
Балапанның ұясы осында екен ғой. Жарайсың қоңыз. Ей, бәрібір осылай боларын білген едім. Балапан өз үйірін тапты. Бірақ, кішкентайдан қолды өскенсің қимайды екенсің. Ие, балапансыз қорамыз жым-жырт болатын болды. Амал жоқ. Өмір деген көп асу. Асуларда кездесумен қоштасу. Жарайды. Қош бол, балапан. Рахмет. Аспанға шыққан кезде бізге төбеден қарай жүр. Жарай ма, балапан?